Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Айнұр қаланың қызы. Жасынан ақылды ерке болғанмен шаруаға епсіз болып өсті. Көзінің қарашығындай болған жалғыз қызын анасы көп жұмсамай, аялап, мәпелеп өсірді. Алайда ақылды ана қызының жан дүниесінің жұтаң болуымен бірінші орынға қойып, оны жастайынан кітап оқуға баулыды. Зерделі де зерек, рухани жағынан толысқан ерке қыз бойжеткен соң өз бақытын ауылдан тапты. Ойдым жолдары бар, ұялы байланыс ұстамайтын, дұрыс ауыз суы да жоқ. Қиядағы ауылға Айнұр сүйген жігітімен қол ұстасып кете барды. Содан бері міне 5 жыл өтті. Келгелі бері ата-енесінің қас-қабағын аңдып, солардың бабын табудан жалыққан емес. Қолынан көп нәрсе келмейтін. Ол алғашында бүлдіріп, күлдіріп, жандырып жүріп, бәрін үйреніп алды. Сиыр сауа алмай, көзін көгертті. Ошаққаннан жабам деп қолын күйдірді. Қырық тесік қылып, еттің нанын жайды. Бірақ Айнұр жасыған жоқ. Қалайда бәрін үйренем деп алға талпынды. Нәтижесінде ол аз уақыттың ішінде бесаспап келін атанды. Қазір ол таңғы 5-те тұрып, 10 сиырды сауып өріске жібереді. Үйге келіп, шай қайнатып, су жылытып қояды. Осы аралықта ұйқыдан тұрған ата-енесімен үйленбеген қайнысына ыстықтай дәмдеп шайын береді. Қариялар шайды ұзақ ішеді. Жазғы күндері ауылдағы ошаққа шай қайнатып, шоқтың шайын береді. Сүт тартып, май, қаймағын жасайды. Қысы-жазы сиыр сауылатындықтан бұл үйден құрт ірімшік үзілмейді. Бәрін бітіріп, мектептегі жұмысына жүгіреді. Мұғалім болып жұмыс жасайтын ол мектепте де алғыр ұстаздардың қатарында. Сынаптай сырғаған осы уақыт аралығында 3 баланың ата-анасы атанды. Күнделікті күйбең тірлікпен жүгіріп жүрген күндердің бірінде өзіне ақылшы, қамқоршы болған енесі айықпас дертке шалдықты. Бір-біріне үймеліп-сүймеліп 3 баланың қасында енесі 4-ші бала болып қосылды. Бірақ Айнұр бұл жолда шыдамдылық пен табандылықтың шынайы үлгісін көрсетті. Анасы ауырып қалған дегенді естіп, қала маңында тұратын үлкен қызы жылап-еңіреп жетті. Бір аптадай қасында болып, жуындырып, шайындырып, шашын тарап, тамақ беріп, жүгіріп жүрді. Бірақ кетерінде анасының құлағындағы алтын сырға мен алтын жүзікті өзімен бірге ала кетуді ұмытпады. Сөйтіп күндер өтіп жатты. Көрші ауылда тұратын ортаншы қыз бала шағасымен анасын бағуға келді. Ол да үйдегі жалғыз келін Айнұрға болысқан болып, анасын қарап жанашырлық танытты. 10 күндей жатқан соң ортаншы қыз да кетерінде анасының қобдишасын ақтарып, алтын күміс әшекейлерінің біразын өзімен бірге ала кетті. Күнде келіп, шай ішіп кететін ауылда тұратын кіші қызы да қалған алтын бұйымдарды өзімен алып кетті. Қобдишада жалғыз ғана қызыл көзді алтын сақина қалды. Ертеңгі күні енесіне ас алып келген Айнұр оның теріс қарап, бүк түсіп, тұншығып жылап жатқанын көрді. Көз жасын тия алмаған кейуана, 3 қызым бар деп мақтанушы едім. Бірақ үшеуінің сенің қолыңа су құя алмайтынын көріп, қарным ашып тұр. Қыздарымның өресі осыншалық тар бола ма? Мені ас түсіме түсіп, шын көңілмен баққан сен ғанасың. Бақытты бол. Балаларың да өзің сияқты парасат пайымы биік болып өссін, деп фатихасын берді. Түскі шайға келген кенже қызы шай үстінде анасының қобдишасындағы қалған жалғыз алтын сақинаны келінге тиесілі екенін, анасын адал бағып жүрген Айнұр екендігін айтып, енді ешкімнің ол сақинаға тиіспеуін сұрады. Жүзін төмен салған Айнұр, мен апамды алтын үшін бағып жүрген жоқпын. Бұл менің келіндік парызым. Ол кісі әлі жазылып кетеді. Бәрі Алланың қолында. Маған ол кісінің фатихасы да жетеді, деп шай құймақ болып атасының кесесіне қол созған еді. Көзінен пыралап аққан жасты көрсеткісі келмеген күйі үлкен кісі үнсіз ғана дастархан басына тұрып кетіп барады екен. Санаулы күндерді өткізіп жатқан ана төбеге қарап, ойланып жатып, 3 қызы мен келінін салыстырады. Бірден қолы қалт етсе, шұқшиып кітап оқып отыратын келіннің ішкі жан дүниесінің мол қазынаға толы бай екенін осы көзге дейін аңғармай келіпті. Байқап қараса, қыздарын жалт-жұлт еткен жылтырақ дүниелерге құмар қылып тәрбиелеген өзі екен. Өзінің материалдық құндылықтарға ғана мән беріп, олардың рухани жұтаңдығын ескермегенін кеш түсінді. Былайғы тірлікте жалт-жұлт еткен дүние бірінші орында болғанмен,
өмір мен өлімнің арасында жатқан адамға таза рух қана қажет екен. Жаны қиналып жатқан сәтте қора толы малдың да, сірескен дүниенің де, қобдишада толы алтынның да көк тиын қадір жоқ екен ұғынады. Өзінің бала тәрбиесіндегі қателігін кеш түсінген Айнұрдың енесі соңғы күндері өксікке толы өкінішпен өткізіп жатты. Өмірден өтер сәтінде қыздарының бәрі келіп, апалап, айнала қоршап жылап отырды. Көздерінен тарам-тарам жас ағып жатқанмен, үш қызының да санасында анасынан қалған өзге де бағалы заттарды бөлісіп алу жоспары тұрды. Қиналып жатқан ана жанына босаған жатқан, тараған жарық сәуле ғана жылылық сыйлағандай болды. Дәл осы сәтте босағада тұрған жалғыз келіні ғана шын ниетімен енесінің екі дүниеде жамандық көрмеуін тілеп, өзі білетін Құран сүрелерін күбірлеп оқып тұр еді.